Ассалаумағалейкум. Қазір ақш-та президент сайлауы жүріп жатыр. 5 қарашада шешуші күн болады. Менің бұл тақырыпты қозғауымның себебі бұл өте маңызды сайлау және оның нәтижесі әлемдік саяси сахнаға үлкен өзгерістер алып келуі әбден мүмкін. Мен білем, қазақтың 99% бұл сайлауда Камала Харристі жақтайды, оның жеңіске жетуін қалайды. Мүмкін тіпті 99 емес 100% да шығар. Енді мен сияқты бірді-екілі адамды есептемеген кезде. Осының өзі біздің қоғамда әлі де қате пікірлер, стереотиптер басым екенін көрсетіп тұр. Біздің қоғамның саяси сауатының әлі де төмен екенін көрсетіп тұр. Менің осы видеоны түсіруімнің басты себебі де сол. Менің мақсатым сіздерге ақ пен қараның ара жігін ажыратып көрсету. Сіздерге өтініш, бұл видеоны соңына дейін қараңыздар, өйткені бұл ақпаратты қазақ тілінде сіздерге менен басқа ешкім айтпайды. Оны мен анық білемін. Сонымен неге біз бәріміз Камала Харристің президент болғанын қалаймыз? Өйткені бізге шын мәнінде Харристің қандай адам екені маңызды емес. Бізге ең маңыздысы оның қарсыласы Дональд Трамп болғаны. Өйткені бүкіл қазақ Трампты жек көреді, оны Путиннің досы деп санайды. Ал бұл пікір өзі қайдан қалыптасқан? Трамп Путиннің досы деген стереотип осыдан 8 жыл бұрын қалыптасты. Сол кезде Трамп алғаш рет сайлауда жеңіске жеткен кезде ол көптеген адамдар үшін күтпеген нәтиже болды. Әсіресе ақш-ты басқарып отырған элита үшін және соларға бағынатын Обама Клинтон кланы үшін бұл бір оқыс күтпеген нәтиже болды. Олар үшін бұл үлкен соққы болды. Сондықтан олар Трампқа қарсы ақпараттық шабуыл бастап кетті. Ол шабуыл әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Және сол кезде Трампқа қарсы бір үлкен айып тағылды. Бұл сайлау әділетсіз өтті. Ресейдің Путиннің хакерлері Американың компьютеріне кіріп, дауыстарды өзгертіп, Трампқа қосымша дауыс жинап берді, сөйтіп оны президент қылды деген сондай жала жабылды. Егер ешқандай стереотипсіз, объективті тұрғыдан ойлап қарасақ, бұл сөз сау адамның миына қонбайтын, ешқандай қисыны жоқ сандырақ. Бірақ соған қарамастан көпшілік соған сенді, оған алданды. Өйткені бұл сөздерді ең жоғары мінбелерден бүкіл бұқаралық ақпарат құралдары, бүкіл пропаганда машинасы күндіз-түн айтып жүрді. Сондықтан халықтың бәрі оған сеніп қалды. Бұл пропаганданың қандай мықты құрал екенін тағы бір дәлелі. Сондықтан бізге объективті көзқарастың және сыни ойдың қандай маңызды екенін ешқашан ұмытпау керек. Сонымен Трампқа қарсы сондай жала жабылды, бірақ содан бері 8 жыл өтсе де сөйтіп жала жапқан адамдардың ешқайсысы әлі бірде-бір дәлел келтірмеді. Тіпті Трампты полиция тұтқындап, оны түрмеге де қамады. Оның үйіне FBI қызметкерлері келіп, үйінің бәрін тінтіп шықты, бірақ ештеңе таба алмады. Сөйтіп амалсыздан олар Трампты босатуға мәжбүр болды. Содан кейін Трампқа қарсы басқа да әртүрлі арандатулар жасалды, оған қарсы басқа да әртүрлі айыптар тағылды, оған айтпаған сөздер қалмады. Оны нәсілшіл деді, оны диктаторлардың досы деді, оны әйелдер жек көреді деді. Жақында Камала Харрис Трампты Адольф Гитлерге теңеді, ал Джо Байден Трампты қолдаушыларды қоқысқа теңеді. Және одан басқа оған қарсы әртүрлі қитұрқы әрекеттер жасалды, арандатулар жасалды. Мысалы, осыдан 8 жыл бұрын Трамп сайлауда жеңіске жеткен кезде оған қарсы бұл біздің президент емес деген сондай бір қарсылық шеру ұйымдастырылды. 100-деген мың адам көшелерге шығып, Америкада сондай үлкен бір толқу болды. Сөйтіп, сол кездегі элита Трампты төңкеріп тастағысы келді. Бірақ олар көздеген мақсаттарына жете алмады. Содан кейін пандемия кезінде Трамп тағы да элиталардың жолын кесіп, олардың жоспарларын бұзды. Өйткені сол кезде Биг Фарма дегеніміз ол фармакологиялық мафия. Дәрі-дәрмек пен вакцина сатылымынан 100 миллиард доллар пайда тапқысы келді. Бірақ Дональд Трамп ол кезде патенті шығып кеткен ескі арзан дәріні ресми протоколға енгізіп, солардың бүкіл ойындарын бұзып жіберді. Оның қандай дәрі екенін мен айтпай қояйын, өйткені бұл өте сезімтал тақырып. Егер оны айтсам, бұл видеоны YouTube шектеп тастауы мүмкін. Сондықтан жай ғана мына жаққа суретін көрсетіп қояйын. Сөйтіп, Дональд Трамп элитаның жолын кесті. Содан кейін олар тағы да оған қарсы арандату жасап, Black Lives Matter деген қозғалысты көшеге шығарып, тағы да үлкен сондай бір толқу ұйымдастырды. Сөйтіп, оған қарсы тағы да осындай арандату болды. Одан кейін келесі сайлауда Джо Байден жеңіске жеткеннен кейін Трамп наразылық білдіріп, Капитолийдің алдында бейбіт шеру ұйымдастырды. Бірақ сол кезде тағы да билік тарапынан арандату болды. FBI қызметкерлері сол жерге көпшіліктің арасына барып, адамдарды әртүрлі әрекетке итермелеп, сол жерде үлкен бір дүрбелең тудырды. Сол жерде қақтығыстар болып, адамдар бір-бірін таптап, өкінішке қарай бірнеше адам сол кезде қаза тапты. Содан кейін де билік тағы да Дональд Трампқа сен кінәлісің деп жала жапты. Бірақ оның бәрін билік өз қолымен ұйымдастырды. Бірақ соған қарамастан Трамп әлі де күресін жалғастырып келе жатыр, және ол өзінің соңына дейін күресетінін анық білдіріп жатыр. Сондықтан соңғы кезде элита оған қарсы ең радикалды шаралар қолдана бастады. Оған қарсы 2 өлтіру әрекеті болды, екеуі де сәтсіз аяқталды. Тіпті 3-ші мәрте тағы бір өлтіру әрекеті болды деген әңгімелер айтылып жатыр. Оның анық қанығын мен білмеймін. Осының бәрі Трамптың тәуелсіз адам екенін білдіреді. Ол
ешқандай саяси жүйенің адамы емес, ешқандай элитаға бағынбайды, солардың бұйрықтарын орындамайды. Оның өз ұстанымы бар, өз саясаты бар. Ол ешкімге бағынбайды. Сондықтан ол саяси жүйе үшін өте ыңғайсыз адам. Сондықтан олар Трампты барынша саяси сахнадан алып тастағысы келіп жатыр. Енді неге мен Трампты президент болуға лайық деп санаймын? Бірінші, Трамп woke саясатына қарсы. Woke дегеніміз ол толеранттық саясат. Яғни оның ішінде ЛГБТ пропаганда бар, оның ішінде Black Lives Matter деген қозғалыс бар. Осының бәрі woke саясатына жатады. Және қазіргі олардың тренді ол трансгендер саясаты, яғни жыныс ауыстыру. Қазір бүкіл Америка, бүкіл Батыс Еуропа елдері бұл саясаттан әбден шаршаған, әсіресе балалардың ата-аналары. Өйткені қазір сол саясатты итермелеп отырған элиталар бұл пропаганданы бастауыш мектептерге дейін тықпалап жатыр. Балалардың миларын сонымен улап жатыр. Адамдар әбден содан шаршаған, сондықтан қазір дені дұрыс адамдар барлығы Дональд Трампқа дауыс беріп жатыр. Жалпы Трамп сияқты бұл саясатқа ашықтан ашық қарсылық білдіріп жатқан мен әлі бірде бір саясаткерді көрмедім. Өйткені ол өте қауіпті, оның артында қандай күштер бар екенін бәрі жақсы түсінеді, сондықтан ешкім ашық қарсылық білдіре алмайды. You know what woke means? It means you're a loser. Everything woke turns to shit, okay? Осының өзі Трамптың өте ұстанымы берік, мықты адам екенін білдіреді. Келесі, Дональд Трамп Биг Фармаға қарсы күресіп жатқан адам. Басында ол ашық күреспеді, өйткені оның саяси тәжірибесі аз болғандықтан ол ондай пандемия саясатының артында қандай ойындар бар екенін әлі сол кезде түсінбеген. Бірақ қазір ол соның бәрін жақсы түсініп отыр. Сондықтан ол пандемия саясатына, фармакологиялық мафияға қарсы ашық күрес бастап кетті. And I'll not give one penny to any school that has a vaccine mandate or a mask mandate. Too often our public health establishment is too close to Big Pharma. They make a lot of money, Big Pharma, big corporations and other special interests, and does not want to ask the tough questions about what is happening to our children's health. If Big Pharma defrauds American patients and taxpayers or puts profits above people, they must be investigated and held accountable. Осының өзі ғана Трампқа дауыс беруге жеткілікті. Және оның үстіне қазір Роберт Ф. Кеннеди Джуниор Трамптың командасына қосылды. Екеуі бірігіп қазір осындай күресті ұйымдастырып отыр. Осыдан бір ай бұрын олар онлайн конференция өткізді. Make America Healthy Again, яғни Американы қайта сауықтандыру деген конференция өткізді. Және ол конференцияда Марк Хайман деген доктор модератор болды. Ол кісіні мен бұрыннан танимын, оның деректі фильмдерін көріп жүрмін. Өте білімді, өте сауатты дәрігер, ғалым, және ол альтернативті медицина бағытын ұстанады. Ол дегеніміз, егер Дональд Трамп альтернативті медицинаны қолдаса, бұл шын мәнінде бұрын соңды болмаған адамзат тарихындағы соңғы 100 жылда болған ең үлкен революциялық сондай бір қадам болады. Егер Трамп бұл күресте жеңіске жетсе, бұл соңғы 100 жылда болған адамзаттың ең үлкен жетістігі болады. Оны мен сіздерге анық айта аламын. Жалпы Роберт Кеннеди Джуниор туралы айтатын болсақ, ол кісі өте сауатты заңгер, бұрыннан бері балалар денсаулығы үшін күресіп келе жатыр. Ол қоршаған ортадағы, азық-түліктегі, дәрі-дәрмектегі, тұрмыстық химиядағы әртүрлі зиянды химиялық қоспаларды зерттеп, солардың зиянын дәлелдеп, соған қарсы күресіп жүрген адам. Оның еңбегі өте маңызды, және бір қызық жайт, ол кісі осыдан қателеспесем 2 жыл бұрын өзі президент сайысына қатысамын деп өз кандидатурасын ұсынған. Бірақ кейін уақыт өте келе ол өзінің Дональд Трампқа қарсы ешқандай шансы жоқ екенін түсініп, адамдар маған дауыс бергенше, одан да сол дауыстарды мен Трампқа сыйлап берейін деп, демократия партиясынан шығып, республика партиясына кіріп, Дональд Трамптың командасына қосылды. Осының өзі Трамптың қандай үлкен тұлға екенін білдіріп тұр. Келесі, Дональд Трамп Green Agenda саясатына қарсы. Green Agenda дегеніміз ол жасыл саясат, ол климаттың өзгеруі, жаһандық жылыну, мұздардың еруі деген сияқты осындай жалған ілімді насихаттайтын саяси бағыт. Бұл саясаттың артында тұрған мақсат адамзаттың қозғалысын шектеу, яғни бензинде жүретін машиналар ауаны ластайды деген сылтауды пайдаланып, адамдарға 15 шақырымнан артық машина айдауға тыйым салу, содан кейін сиырлардың осырығы ауаны ластайды, климатты бұзады деген сылтауды пайдаланып, фермалардың бәрін жауып, адамдарға еттің орнына жәндіктерді, қоңыздарды, шегірткелерді жегізу. Дональд Трамп қазір бұл саясатқа қарсылық білдіріп жатыр. Осының бәрі Трамптың нағыз революционер екенін білдіреді, және қазіргі уақытта Трамп әлемдегі адамзат құқығы үшін күресіп жатқан ең үлкен тұлға. Оны мен сіздерге анық айта аламын. Енді Камала Харрис туралы айтатын болсақ, ол кісі туралы мен көп нәрсе білмеймін, бірақ ол туралы бір нәрсені білудің өзі жеткілікті. Ол жүйенің адамы, ол элитаға бағынады, солардың тапсырмаларын орындайды. Камала Харристің өз ұстанымы жоқ, өз саясаты жоқ. Осының өзі ғана Дональд Трампқа дауыс беру үшін жеткілікті.
Ал енді Камала Харристің жеке тұлғасын алатын болсақ, оның көптеген түсініксіз қылықтары бар. Мысалы, ол көпшілік алдында сөйлеген кезде жайдан жай ешқандай себепсіз қарқылдап күледі. Содан кейін аудиторияға байланысты өзінің акцентін өзгертеді. Мысалы, Аризона штатына барса, Аризона акцентті қолданады. Техас штатына барса, Техастың акцентінде сөйлейді. Сол сияқты осындай бір түсініксіз қылықтары бар. Бірақ соның бәрін ескермегеннің өзінде де Камала Харристің өзінің ешқандай ұстанымы жоқ. Өйткені ол президенттік дебатқа қатысқан кезде ішінде наушнигі бар, сырға таққан. Ал бұл алаяқтық. Бұл әділетсіз сайлау. Өйткені ол осындай наушникті қолданып, оған не айту керектігін бәрін тыңдап отырған. Және Камала Харрис көпшіліктің алдында сөйлеген кезде телесуфлерсыз сөйлей алмайды. Телесуфлер өшіп қалса, ол сасқалақтап не айтарын білмей қалады. Today we got 32 days until the election. So 32 days. 32 days. Okay, we got some business to do. We got some business to do. All right. 32 days. Бұл Харрис туралы көп нәрсені айтады. Оның ешқандай ұстанымы жоқ, ешқандай идеялар жоқ. Оның мүлдем айтатын ешқандай ой жоқ екенін білдіреді. Одан басқа Камала Харрис туралы мен соңғы күндері бір қызық мәліметке тап болдым. Осыдан біраз жыл бұрын ол Калифорнияда бас прокурор болған екен. Сол кезде ол бюджетке қосымша ақша құю үшін мектепке сабаққа бармай сабақты өткізетін оқушылардың ата-аналарына айыппұл салдырған. Соған қатысты YouTube'та бір оқиға бар. Бір жалғызбасты ана, оның қызы ауруханаға түсіп қалған, ұзақ уақыт мектепке бара алмаған. Сол кезде прокуратура оған айыппұл салған, содан кейін оған әртүрлі қысым көрсеткен. Ақыр соңында сол әйелді балаларымен бірге олар баспанасынан айырған. My daughter, Shayla, suffers from sickle cell anemia, a chronic, painful genetic disease. As a prosecutor and law enforcement, I have a huge stick. I decided I was going to start prosecuting parents for truancy. When Kamala Harris was the California Attorney General, she had me arrested and prosecuted because my handicapped daughter was sick in the hospital and had missed some days of school. Ондай оқиғалар ол жерде өте көп болды. Осының бәрі Камала Харристің қандай адам екенін көрсетеді. Ол прокурор болған кезде кәдімгі диктатор болған. Адамдардың құқығын таптап, сондай үлкен жауыздық танытқан. Сондықтан ондай адам қазір Америка сияқты елді басқаруға мүлдем лайық емес. Енді бұл сайлауда кім жеңіске жетеді? Менің ойымша, Дональд Трамп жеңіске жетеді. Оның беделі жоғары. Бірақ мен үшін бір түсініксіз жайт бар. Трамп көпшілік алдында сөйлеген кезде өте жақсы сөздер айтады. Ал енді президенттік дебатқа қатысқан кезде, пікірталас болған кезде, ол өзінің козырларын қолданбайды. Ол пікірталасқа мүлдем дайындалмай келеді. Бұл мен үшін бір түсініксіз жайт болды. Мен Трамп пен Байденнің арасындағы дебатты көрдім. Содан кейін Трамп пен Камала Харристің арасындағы бірінші дебатты көрдім. Екеуінде де Трамп өзін жақсы жағынан көрсете алмады. Ол дебатқа мүлдем дайындалмай келді. Оның екі сөзінің бірі заңсыз миграция болды және өзінің қарсыласын жамандау болды. Сол дебаттан менің қатты көңілім қалды. Бірақ соған қарамастан мен бәрібір Трампты президент болуға лайық деп санаймын. Ал енді Камала Харрис дебатқа өте жақсы дайындалып келді. Көрініп тұр да, ол адамның өзінің бір командасы бар екен. Енді бүкіл мемлекеттік аппарат сол кісіге қызмет етеді. Ол кісіге кәдімгі психологтар өте жақсы дайындық жұмысын жүргізді. Оның бәрі көрініп тұрды. Оның жүріс-тұрысынан бәрі байқалды да. Бірақ соның бәріне қарамастан, сондай үлкен қолдауға қарамастан, бәрібір ол дебатта өзінің үстемдігін көрсете алмады. Және қазірдің өзінде сайлауда әртүрлі келеңсіз оқиғалар болып жатыр. Демократия партиясы азаматтығы жоқ адамдарға дауыс беруге рұқсат беріп жатыр деген жаңалық айтылып жатыр. Және ондай келеңсіздік қазір бірнеше штатта жүріп жатыр. Оның бәрі биліктің, саяси жүйенің, элитаның Трампқа қарсы істеп жатқан әрекеттері. Олар қайткенде де бұл жеңісті Трампқа бергісі келмейді, сондықтан осындай әртүрлі қулыққа барады. Енді президент сайлауының қандай екенін біз бәріміз білеміз ғой, бізде Қазақстанда да ондай нәрселер болып жатады. Сондықтан Америкада ондайның болғаны ол ешқандай таңғаларлық оқиға емес. Элита қайткенде де барынша Трампты президент қылмауға тырысады. Барынша олар осы жеңісті Камала Харриске ұтып беруге тырысады. Бірақ соған қарамастан бәрібір Трамптың қазір беделі өте жоғары, сондықтан ол қазір Харристен озып келе жатыр. Егер бұлай ары қарай жалғаса берсе, онда сөзсіз Дональд Трамп бұл сайлауда жеңіске жетеді. Оның үстіне қазір Трамп өзінің төңірегінде өте мықты команда жинады. Оның ішінде Роберт Кеннеди Джуниор бар, Илон Маск бар, Американың ең атақты журналисті Такер Карлсон бар. Егер болашақта Трамп президент сайысын ұтып, осы командамен бірге қимылдаса, онда ол кәдімгідей үлкен жетістіктерге қол жеткізе алады. Ал енді Трамп пен Ресейдің, Украинаның арасындағы қатынасқа келетін болсақ,
Мен айтқандай, Трамп пен Путин дос деген оның бәрі өтірік, оның бәрі миф. Шын мәнінде Дональд Трамп Украинадағы соғысты тоқтатқысы келетін адам. Өздеріңіз ойлап көріңіздерші, Ресейге қарсы ең көп санкция салған Дональд Трамп болды. Және 2014 жылы майдан басталған кезде кім президент болды? Барак Обама. Ал вице-президент ол кезде Джо Байден болды. Содан кейін Дональд Трамп президент болған кезде Украинадағы жағдай тынышталды. Трамп кетіп, оның орнына Байден келген кезде Ресей Украинаға әскер кіргізді. Осының бәрі нені көрсетіп тұр? Путин Трамптан қорқатынын көрсетіп тұр. Яғни, егер Трамп президент болса, ол соғысты қысқа мерзімде тоқтатады. Ол бейкүнә адамдардың бостан босқа соғыста қырылғанына жол бермейді. Ең маңыздысы сол емес пе? Ол ананың досы, мынаның досы деген оның бәрі маңызды емес. Ең бастысы, ол соғыстың болғанын қаламайды, бейбіт тұрғындардың өлгенін қаламайды. Ең маңыздысы сол. Және Дональд Трамптың тағы бір жоспары бар. Ол Аляскадағы мұнайды өндіріп, сол арқылы бүкіл әлемдегі мұнай бағасын 2 есе түсіруді жоспарлап отыр. Егер ол жоспар жүзеге асса, онда Ресейде соғысатын ақша болмайды. Сол кезде Ресей амалсыздан соғысты тоқтатуға мәжбүр болады. Өйткені Ресейдің бюджетінің басым бөлігі ол мұнайдан түсетін ақша. Егер мұнайдың бағасы 2 есе арзандаса, Ресейдің экономикасына үлкен соққы болады, ол соғысты ары қарай жалғастырмайтын болады. Бұл шын мәнінде өте жақсы жоспар. Одан басқа Ресейді тоқтататын нақты жоспарды әлі ешкім ұсынған жоқ. Қазіргі ақш билігі санкция, шманкция деп неше түрлі өтірік көзбояушылық жасап жатыр. Бірақ өздері Қазақстан арқылы, Қытай арқылы, осындай айналма жолдар арқылы Ресеймен жасырын сауда-саттықты жалғастырып жатыр, тіпті бұрынғыдан бетер арттырып жатыр. Адамның сөзіне емес, ісіне қарау керек. Ал Дональд Трамп ол бос сөйлейтін адам емес, ол нағыз іскер, ол сөзбен емес, іспен дәлелдейтін адам. Егер бұл сайлауда Трамп жеңіске жетсе, бұл бүкіл адамзат үшін үлкен бір үміт болады. Сондықтан бұл жаңалықты мен аса күтіп отырмын. Егер бәрі ойдағыдай болса, онда бізде болашақта бәрі жақсы болады деген үміт бар.